Сәлем достар. Сәлем. Достар, бүгін біз ойын болады. Ойнаймыз. Біз мынандай ойын ойнаймыз. Бай мен бомж деген ойын ойнаймыз. Мен бомж боламын, өздеріңіз көріп тұрғандай. Ал мына жерде аяру бізде бай болады. Өзі бай осыға келгесін істеттім. Аяру сөйле. Сәлем. Менің атым Аяру. Достар, білесіздер, Аярудың да өзінің жеке аккаунты бар. Бұған тек сөйлемей басқа зат істейтін боламыз. Себебі одан шықпайды. Видео сала алмаймыз. Жақында мен телефонды алса, осы аккаунтты алады деп ойдамын. Иә? Иә. Достарымда біз ойымызды бастайық. Кеттік. Жап кеттім ғой. Тамақ жоқ, қарным ашты. Тамағымда ben қатмыш олайым. Свет жағайын. Мынаның дәмі не деген күшті, бірақ қатып қалған ғой. Мен де блогер болғым келеді. Ақшам көп болған қалайым. Мынаның үшін азар ақша бар. Бұның өзі телефоныма да жетпейді. Қолымды тезірек жуып аламын. Соның өзі бітіп қала береді. Қатты шаршадым. Түн болыпты. Тезірек демалып ұйықтап алайын. Мен жұмысын жасайын тез. Қарным аштай. Мынаны жеп алмасам. Таңертең тұрғаным жақсы болды. Бірақ сабақ болады ғой қазір. Маған бәрібір ай. Отырайын, телевизор қосайын. Ой, телевизорды жасамайды екен ғой. Маған тойып алдым. Шашымды тарап алайын. Норм қылып алайын. Мына жылдықты қоспасам. Жылып отыра тұрмасам. Шаршадым ғой, менде бір бәрі бар. Енді компьютер алсам болды. Блогер болам, күнде видео түсірем. Сабаққа да бару керек ау. Кеттім, сабаққа барайын. Ана көрші дейтін самокатпен бара жатыр. Мен тек великпен ғана бара аламын. Бірақ великтер жоқ қой, не деп айтып отыр. Тезірек барсам болды. Сәлем, көрші. Кетші бар. Иә, мен ешкім дос болмайды. Сабаққа да жай барам, кешікте барам. Ана самокатпен ұшып барады ғой. Тезірек сабаққа барсам болды. Мына жердегі қаладан бәрі өте жаман. Менімен ешкім дос болмайды. Ақша да жоқ, жұмысты жасап білмеймін. Или осы жұмыстарды тауылсам бекен. Ол жерін ойлану керек. Келдім. Сәлематсыз ба, апай? Сәлематсыз ба, отыра ғой. Шаршап кеттім ғой. Тезірек сабаққа кірейін. Апай қазір мені өлтірер. Сәлеметсіз бе, апай? Келгенсің ғой. Тезірек асханаға барып тамақ жеп алмасам. Осы жердің тамақтарын айт. Сәлеметсіз бе, апай? Маған ана нан, огурцы, сол заттарды бере қоясыз ба? Оның ақшасын қарызға жаза салыңыз. Оның ақшасын төлейім келмейді менің. Тезірек соғымды ішіп алайын. Әрі отырш. Жарайды. Жақындама соз менің қасым. Тезірек соғымды ішіп алайын. Коланың дәмі өте күшті екен. Енді дәретімді сындырып алайын. Бірақ сендер қарамаңдар. Ол жерін көрсете алмайым. Көбісі дейтін тамақ ішіп отырады.
Пиятсы шықсай, мен кіріп алайын да. Уф, шықтым ғой. Тезірек қолым жоғым кеп тұр, бірақ мына жерде жуатын жер де жоқ екен. Тезірек кетейін мен үйіме қаратай. Мына жерде великтер тұр екен. Алып кете салайын ба, бірақ бұл басқалардікі ғой. Бұл жерде бәрібір ғой. Балдарын великтен ұғылып кете береді. Тезірек қайттым үйіме қаратай. Или жұмыс іздеп кетейін ба? Давай осыған кіріп келейін мен. Өзім жұмыста. Кітап алмасам тезірек. Ой, Ақбашы, сізден бірдеңе сұрайын деп келіп едім. Ой, кәсін аяқты екен ғой, кешірім сұрайын. Сізден бірдеңе сұрайын деп едім. Маған дейтін жұмыс бар. Жұмыс бар ма? Иә, бар. Жұмысқа адам көп керек. О, көрші, не істеп жүрсіз? Кетші бар. Мен жұмысқа аласыз ба? Жарайды, жұмысқа аламын, бірақ бұл жердің кітаптарын емес, полын жууға керек. Жарайды. Айына қанша? 50 мың. 50 мың ба? Жарайды онда. Ертең келемін, қуана. Уф. Не деген адаммын. Бірақ бүгін қуанышты күн болды. Жұмыс тауып алдым. Енді тезірек үйіме барсам болды. Манағы великті балдар сұрап алды. Енді өздерінің болған соң бере салдым. Не істеймін сірә оны? Маған керек те емес. Оф, үйіме тез жетіп қойдым ғой. Аяғым да ауырып қалды. Бірақ мен модам күшті, модаға түсу керек еді. Құрсын мені көрген жігіттер еніп кетеді. Той, қарны өте қатты аш. Мына жақта ыдыста жоқ қой жуатын. Шаршап кеттім. Бір демалып болмасам. Оф. Мына көршіге күшті шығар. Үйі бар, ақшасы бар, анасына дейін бар. Ал менде дейтін құрсын. Ақшаға дейін жоқ қой. Ертең ақша тап келем. 100 мың теңгеден. Үйімнің алдын кім шашып кеткен? Мұнандай ғой шашпашы еді ғой. Той. Ақбашы достап, маған бір бала келіп, маған осындай ақша беріп кетті. Енді бұған не алсам екен? Киімді алсам бекен? Или... Вообще не знаю, что... Орысша өтірік сөйлей саласың ғой. Оф, тезірек сабағыма барайын. Әйтпесе біртүрлі болып қалар. Ой, мен сабағым емес, жұмысым екен ғой, жұмысқа баруым керек. Мен де жұмысты есімнен шығарыппын ғой, тезірек баруым керек. Ұшып бармасам, сабағымның уақыты да болып қапты. Сабағым бірақ әбетте басталады ғой. Апайым айтып қойған, или бармай қойсам бекен. Жарайды, бармай қойайын. Мен тезірек полдарымды жуып жүре бермесем. Той. Қатты шаршап тұрмын. Сәлеметсіз бе, мен уақытымша келдім. Бара беріңіз. Жарайды, мен тезірек дейтін жуып аламын ғой. О, көрші, не істеп жүрсіз? Тума сөйлей бермес дедім ғой саған. Сен бар ғой, қатты мақтанба. Менен асып жетем деп ойлама, пожалуйста. Сен айтакта бомбыш, мен баймын. Кетші бар. Мен сенен байып та кетем. Бай алмайсың сен мені. Осыларда бір адам ойламай ма? Өзі көреді ғой. Анасына айтып бермесем, анасы менің мамамның подругасы ғой. Бірақ мамам дейтін Алматыда. Олар бай, бірақ мені тастап кеткен. Оғанда ренжейім. Тезірек жуып, мына жерден тезірек кетпесем, әйтпесе бұл жерде мал қатты ұнап тұрған жоқ. Жуып жатырмын. Мә, мынада қаншама ақша бар. Менде ақша да жоқ. Міне, жуып бердім. Мына сіздің бүгіндік жұмысыңыз. Сізге 10 мың емес, 1 миллион теңге. Себебі сіз бүгін көп жұмыс жасадыңыз. Рахмет. Сіздерді өте қатты жақсы көрем. Енді бұл ақшаға не алсам болады? Вау! Мына жерде киімдер бар екен. Тезірек киім алып алсам. Сәлеметсіз бе? Сен точно киімге ақшаң жете ма? Иә, жетеді. Сіздер үстіге қарап бағаламасаңдар,
жүрекке қалап бағалаңдар. Менде ақша бар, атақ. Мына жердің киімдерім бүкілі қымбат. Маған бәрібір. Мен тезірек киімді ауыстырып, киім шығайын. Ал достар, сіздер маған тіркеліп, дұрыстап қараңыздар. Бұл дейтін өте күшті зат қой. Ал мен тезірек киім шығайын, сендер қарамай тұрыңдар. Ал сіздерге әр образымды көрсетемін. Кеттім, киім алмасам, мамам. Кетіп қалды Дубайға. Енді ақша бар. Ура! Жүріп қайтсам. Достар, мына менің киімім қалай? Өзіме қатты ұнап тұр. Қазір көңіл күйімді дұрыстамасам. Сіздерге осы біздің сериалымыз ұнады ма? Бұл бірінші серия. Сөйлей бер, аяру уже манан бер айтып қойғам ғой. Манандан бер сөзін дұрыстай алмай отыр. Достар, біздің сериямызды бағалап кетіңіздер, өзімізге ұнады. Я лайк басып кетіңіздер. Тіркеле кетіңіздер, сосын аярын аккаунтын жазып кетем астына. И осыған тіркеліп, лайк басып кетіңдер. Ал всем пока.